Сәлем достар, мен Бекзат, менің орныма қош келдіңдер. Бүгінгі видео менде өте қызықты, бір жағынан комедиялы түрде түсіріліп отырған видео. Және бұл видео ешқандай шындыққа жанаспайды, жай ғана қызық үшін, және егер де күлкілі болса, онда күлкі үшін түсірілген видео. Бұл видеода айтатын заттардың барлығы өтірік, шын деп қабылдап қалмаңыздар. Олай болса біз не істейміз? Әрине бастаймыз. Бүгінгі видеоның тақырыбы менің рюкзегімде не бар деп аталады. Менің рюкзегім ол былай көрінеді. Бұл рюкзекті мен Франциядан беді, Италиядан беді. Бұл рюкзекті маған атамның қарындасы сіңлісінің баласы Түркиядан алып келді, Түркістаннан алып келді. Олай болса көп сөзбай ішінде қандай кереметтер бар екенін айтайын. Оның мынандай заттары болады. Осы заттармен оны бүйтіп ашамыз, сол кезде оның ішіндегі заттар бізге көріледі. Осылайша осы екі затпен біздің оның ішіндегі заттарды ағаламыз. Ең алдымен менің керемет качественный рюкзегімді ашып қалғанда көзімізге ең алдымен мынандай финал түседі. Бұл финалды маған Италиядан арнайы тапсырыспен алдыртқан болатынмын. Оның ішінде менің высококачественный фломастер мен қарындаштар бар. Келесі зат менде бұл тарақты мен өте жиі қолданамын, себебі әрдайым кереметтей көңіл күйім жақсы болу үшін мен шашымды тараймын, сондықтан бұл өте керемет зат. Келесі менің көзіме көрінетін зат, ол менің солнцезащитный очкиім. Бұл очки солнцедан, яғни күннен өте жақсы қорғайды. Бұл осылай әдемі көрінеді. Бұл очкиді мен Бразилиядан алдырған болатынмын, арнайы тапсырыс. Бұл өте многофункциональный технический очки. Өте керемет очки. Бұл қазақтың ойылып жазылған мынандай бас киім. Бұл бас киімнің бір жақсы жағы бар. Егер де басыңыз ауырса, бұл бас киімді кисеңіз, басыңыз ауырмай қалады. Бұл өте әдемі көрінеді. Оны мына солнцезащитный очкимен кисең, өте керемет модница, колхозница болып күшті болып жүреді. Келесі, менің қарным өте тез ашатын адаммын, сондықтан әрдайым мен өзіммен бірге мынандай екі йогурт алып жүремін. Мен өте шөлдеймін, мен өте көп жүгіремін, мен зожбын. Сондықтан менің шөлімді басатын ол мынандай сүт, 1 литр сүтті мен өзіммен әрдайым алып жүремін. Лактель деген жерден, лактель өте осында керемет кальций бар, Д витамині бар сүттерді керемет өндіреді. Бұл рюкзекті мен сабағыма ұстайтын болғандықтан бұл жерде кітаптар бар. Ол биология деп аталады, және мынандай біздің Қазақстанымыздың тарихы. Егер де мені шын өмірден көрсеңіздер, мен әрдайым приятно пахнуться етемін. Яғни менен әрдайым жағымды иіс шығады. Менің үстімнен жағымды иіс шығу үшін маған менің дезодоранттарым мен духиларым көмектеседі. Дезодоранттан бастаймын. Бұл менде Faberlicтан 8-ші элемент деп аталады. Богохус дейді. Бұның иісі деген енді бүкіл дүние жүзін жаулап алады. Тоже Faberlicтан спорт лише деп аталады. Армф дейді. Клуб де нутмен деп аталады. Дұшпанымыз біздің қай жерімізге қарайды? Әрине аяғымызға қарайды. Сондықтан менің кроссовкалерім, менің аяқ киімдерім кожадан жасалған. Олар әрдайым жарқылдап жүру керек. Сондықтан маған обувная щетка көмектеседі. Бұл соқының жетіп қалған кішкене, бірақ түкіріктеп жіберсеңіз өте керемет шығады. Пышақ, өйткені пышақ ол кімге керек емес, ол барлығына керек. Штрих, бұл штрихты қатеңізді жөндейсіз бұл штрихпен. Мынандай бірдеңе, бұл бірдеңемен сіз бірдеңелерді бір-біріне бірдеңе қылып жабыстырасыздар. Өте керемет зат. Бұл менде мынандай машине. Бұл машиненің аты Lamborghini. Ішім пысқан кезде мен әрдайым осы Lamborghini машинесімен ойнаймын. Мен анау-мынау адам емеспін, сіздер білесіздер. Мен әрдайым бренд киемін. Сондықтан менің мынандай байлығымды осындай рюкзектің ішінде сақтаймын. Достар, осылайша бүгінгі біздің видеомыз аяғына да жетті. Бұл видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер де бұл видео сіздерге сәл болсын, кішкене болсын қызықты болса, онда осы видеоны лайкпен қолдап кетіңіз. Және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де ең басында колокольчикті басып кетіңіздер. Комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, әрине лайкты бассаңыздар. Егер де осы видеода 75 лайк жиналатын болса, осындай видео менде тағы да шығады. Яғни ол видеода қызықты болады. Скетч жанрында.